Ассалаумағалейкум армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек. Бүгінгі бейнеде мен бейненің тақырыбынан көріп тұрғандарыңыздай Иранның шахы 2-ші Сефевид Аббастың Тәуке ханға жіберген хаты туралы айтқым келіп отыр. Сол үшін арнаға тіркеліп, бейнеге лайк басып, соңына дейін қарауға сіздерге кеңес беремін. Ал ендеше көп соза бермей бастаймыз. Негізі жалпы бұл хаттың мақсаты екі ел арасында достық қарым-қатынасты сақтау болып табылады. Қазір сіздерге нақты түсінікті болу үшін осы хатты оқып берейін. Әл-Авал айында Исфахан шаһарында Жәңгір ханның ұлы қазақтардың билеушісі Тәуке ханға хат деп жазылған. Аса мейірімді әрі даңқты сұлтан билігінің иесі ұлы хан Тәуке ханға аса құдіретті жаратқан иенің сүйіспеншілігіне бөленген Шыңғыс әулетінің ұлы ұрпағы, билік пен даңқтың иесі, тақ билеушісі, ұлылық пен халық қорғанына өзара достық пен тығыз қарым-қатынасты білдірмек мақсатта жазылды дейді. Бұл жазба патшалардың патшасы, билік пен даңқтың шарықтау шегінде отырған аса бақытты әрі қайырымды уақытта жазылып отыр. Осы хаттың мейірімді иесі әміршінің сеніп көрсеткен жазбаның шынайы әрі ынтымақтастық мазмұнына иланып қайра жауап беретінінен үмітті. Әмірші тарапынан біз жаққа назар түссе, ол күннің нұрының шыны ыдысқа шағылысқан сәтіндей аса жарық, аса маңызды құбылыс болар еді. Осы құбылыс орнаған сәтті екі ортада достық пен махаббат салтанаты құрып, сенімсіздік пен күдіктің пердесі жойылып, қос тараптың талаптары өзара келісім бойынша қанағаттандырылмақ. Осы жазба арқылы біз сіздің ұлылығыңызды мойындай отырып, гүлденген елдің салтанат биігіне көтерілген сәтінде өзара достықты нығайтып, соғыстардың алдын алуды көздейміз. Егер сіз оны ұсынысымызды мақұл көрсеңіз, біз әмәнді игілік пен достық жолына адал ұстанымда болуға ниеттіміз. Сұлтан әулетіне және аса ұлы әміршіге даңқ пен күш, ұлылық сәулесінің ұлғаюын және бақытты күндерін тілейміз деп жазылған. Ал достар, осы хаттан көріп тұрғандарыңыздай, Иран шахы 2-ші Аббас осы Тәуке ханға достық қарым-қатынасын сақтау ретінде хат жіберілгенін нақты осы хатты оқығанда біле аламыз. Бұл арқылы біз тағы да қазақ хандығының басқа да мемлекет елдермен жақсы қарым-қатынаста, былайша айтқанда дипломатиялық қарым-қатынаста болғанын біле аламыз. Себебі көпшілік адамдар қазақ хандығын былайша айтқанда жабық ел сияқты қылып сөйтіп көрсетіп жатады, бірақ олай емес. Қазақ хандығы көршілес көптеген елдермен тығыз қарым-қатынаста болған, сауда-саттық тағы да басқа қарым-қатынастарды, достық қарым-қатынастарын жақсы орнатқан болатын. Сол үшін қазақ хандығы жабық саясатта болды деген сияқты өтірік стереотиптерді былайша айтқанда жоққа шығаруға толықтай бізде факт пен дәлелдер, деректер бар деп айта аламын. Сіздермен болған Сұлтанбек. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғыс білдіремін.